Сәлем достар, және менің подписчиктерім, сіздермен бүгін мен Карбы, және де бүгін сіздермен біз вызов бренд деген рубриканы ойлайтын боламыз. Кеттік. Бізге бірінші вызов Макс Богатыревтен келіп тұр, я. Ол айтады, бізге жұмыртқаны басқа жару берді дейді. Соны істеп көреміз, кеттік. Міне біздің жұмыртқамыз. Қазір оны біз ассызға жарамыз. Қазір кеттік. Міне Макс Богатыревтің біздің орындан. Бізге келесі вызов Аслай Сапарғалиевден келіп отыр. Ол бізге негізі далаға шығып үстіге мұздай суды құйдейді, бірақ бізге қазір дала бізде салқын, сондықтан біз оны үйде істейтін боламыз, кеттік. Біз қазір техникалық ақауларға байланысты негізі бана істеп едім, просто видео түсірмей алды, келді істейді тұрып Аслай Сапарғалиеваның вызовын. Сақтың түсінмейді. Аслай Сапарғалиева вызовын орындадым. Келесі вызов бізге Аспандияр Қазихановтан келіп отыр. Ол 1 минуттың ішінде бір альпенгольдті жеп қою, және де біз оған тырысамыз, кеттік. Міне менде ондай альпенгольд. Ашып. Маған қиындау болады сияқты негізі. Көреміз бе? Ал кеттік па? 1, 2, 3. Біз Аспандияр Қазиханов сенің вызовыңды орындадым. Келесі вызов Айбек Төлегенов. Келесі вызов бізге Айбек Төлегеновтен келіп отыр. Ол айтады, аяқ киіміңді шешіп, холодильникке сал дейді. Бірақ мен ондайға бармаймын. Себебі мен жарым емес бұл. Бізге келесі вызов Ислам Салауатовтан келіп отыр, бірақ бізге ол 3 күннің тапсырмасын бір камераға түсіріп орындаш дейді, бірақ мен оны түсінген жоқпын. Мен ойлап тұрмын, бірақ влог ретінде түсіру деп тұрмын екен, бірақ осы сұрағымды керде маған түсініп кетіп, келесі вызов прият бағдарламасында рубрикасына қоятын боласың. Құрметті достар, құрметті менің каналым жазушылары, бүгін сіздерге айтқан осы вызов прият рубрикасы аяқталды. Мен барлық осы жазған адамдардың вызовын орындадым деп ойлаймын өзім, бірақ кейбіреулерді түсінбедім. Осы алдағы уақытта тағы да вызов прият 2 деген тағы да болады, соған жазсаңыздар болады. Осы видео ұнаса лайк қойсаңыз, комментарий жазамыз, және де ВКонтакте группамызға тіркелеміз. Сау болыңыздар.